Енді Мирмот Мурзатайұлы, ол өзі желтоқсан күрескері, журналистік агенттігінің төрағасы, қамалды қалай жағдайда болды, бұл баптар не үшін қойды, қандай следствие болып жатыр деген мәселемен бірінші қамалғаннан бастап жанында болған Құдайға шүкір Абдуллаевқа берейік. Ол кісі желтоқсан ардагері, қоғам қайраткері, қоғам белсендісі. Ал енді сізге Шүкір ағай, бастаңыз. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Енді бүгін жиналып отқан себебі жаңа айтып кетті барлығын. Енді бұл мемлекетті құрған, негізі құруға атсалысқан біз желтоқсаншылармыз. Енді қазіргі таңда одан 40 жылға шамалап қалды, 39 жыл болды желтоқсан болғанда. Енді сол кездегі жас азаматтар қазір біздің бәріміздің басымыз, самайымыз ақ түсті, шал болдық, кепір болдық, үлкейдік, ел ағасы болдық. Бірақ қазіргі таңда біз кеше кеңес одағында қандай халық жауы болсақ, өзіміздің мынау егеменді еліміз әлі сол күнде қалып қойдық. Ешқандай өзгеріс көріп отқан жоқпыз біз. Ата заңымызда жазып қойған, ата заңымыздың бірінші бабының бірінші тармағында тұр. Қазақстан Республикасы өзін зайырлы, құқықтық, демократиялық, әлеуметтік мемлекетте орнықтырды дейді. Оның ең бай қазыналары адамның құқықтары мен бостандықтары деп тұр. Қайда біздің бостандықтарымыз? Көріп отырсыздар. Бұл енді өзі журналист жігіт. Ата заңымыздың 3-ші бабының бірінші тармағында тұр. Мемлекеттік биліктің бірден бір бастауы халық деп тұр. Қайда біздің халықтар, біздің бастауымыз, мемлекеттің құрушы ұлт қайдамыз біз? Міне біздің құқықтарымыз қайда? Енді 20-ші бабында тұр, сөз бостандығы деп тұр. Әркім қалай болғанда да сөзге жаңағы біз әлеуметтік желі арқылы, мынау пресса арқылы өзіміздің сөзімізді айтуға құқығымыз бар. Ата заңымыздың 36-ші бабында тұр. Қазақстан Республикасы қорғауының әрбір азаматтың қасиетті парызы және міндеті деп сізбен біздің міндеттеп тұр. Біздің парызымыз елімізді қорғау, жерімізді қорғау, тілімізді қорғау, дінімізді қорғау. Бірақ өкінішке орай көріп отырсыздар, қазір 174-ші баппен мынау бауырымыз өзі желтоқсаншы, өзі журналист, тәуелсіздік жаңа тәуелсіз еді, менің үйімнің зерттеулер қоғамының төрағасы осы кісіні кеше мынау 2-ші қыркүйек күні біз мынау Талғар ауданына барған болатынбыз. Мен сол жерде мейір болады. Одан кейін сол жерде Асылбек Қарайып деген азаматымыз бар. Үшеуміз мынау әкімшілігіне барып 4 гектар жер сатылған Қытайларға. Яғни соны біз білеміз деп барған кезімізде жаңағы сол жердегі біз басақ түске жақындап қалған екен, ойбай түстен кейін әкім келеді, заң әкім келеді, пәлен келеді, стол келеді деп шығарып салды. Сол үшеуміз барып шайбай ішіп қайтып келдік. Кесек сағат 3-те жаңағы Әнуар Әскербеков деген заң әкім қабылдады бізді. Ол жігіт сол жаңағы ауыл шаруашылық жерлерін көрлік етеді екен. Соның жаңағы барлығын соғысы басқарады екен. Сол жігітпен біз кіріп барлық жағдайды түсіндірдік. Енді ол жаңа сол ауылдан сатылған ауылдың әкімі келді, ол құжаттардың барлығын көрсетті, ол жекеменшік екен, 2006 жылы берілген екен жер. Бірақ содан бері ешқандай істелінбеген, ешқандай жұмыс жасалынбаған, 3 жылдан кейін мемлекет оны алып қою керек еді, бірақ өкінішке орай 20 жылдан кейін ол сатып отыр. Бұл қалай? Бұл заңға қайшы ма? Енді 2021 жыл, 2020 жылы екі жас бауырымыз отыр жерде. Балташ Тұрсынбаев ағамыз осы Алматы қаласында ел мен жер деген қозғалыс құрды. 2016 жылы көтеріліс болып, 1 миллион гектар жер Қытайға берілетін болғаннан кейін мораторий жарияланды. 21 жылға шейін, 20 жылы жаңа ел мен жерді құрдық. Сөйтіп парламентте талап еттік, талап қойдық. Сөйтіп заң шығарттырдық. Жер сатылмайды, жалға да берілмейді, өз азаматтарымызға да, шетел азаматтарымызға да деген. Біз сол заң бойынша қудалап барған жеріміз еді. Енді содан жаңағы Әнуар Әскербеков деген бауырымыз бізді сөйлеткен жоқ. Ешқандай Қытайға жер сатылған жоқ, ешқандай орысқа жер берілген жоқ. Осындай біз мына құжатты көрсетіп отырмыз, жоқ бұл жекеменшік дейді. Сонда жекеменшік адам заңға бағынбай ма Қазақстанда? Заңмен соттың алдында біздің теңдігіміз қайда мысалы үшін? 14-ші бабында тұр. Заңмен соттың алдында жұрттың бәрі тең деп тұр. 2-ші тармағында тұр. Ешкім ешқандай жағдаяттар бойынша жаңа неге кемсітуге болмайды деп тұр. Біздің кемсітгеніміз демейді. Бізді жерді аулап барған бауырымызды апарып қамап тастап отыр.
Енді бұлар жала жауып отқан себебі не? Жала жауып отқаны баяғыда бір әйелге айтысып қаптымыз. Жаңа мынау налогқа барып. Бір орыстың әйеліне талап етті, мемлекеттік тілді. Одан кейін кеше мына осы Алматы қаласында Атакент деген жеріміз бар. Сол жерде Бақша сарай деген үлкен бір жаңа мейрамханамыз бар. Сол жерде азғындар бір жыныстылардың өткізген жаңа жиынына барып түсірді бұл кісі. Сол кезде жаңағы полиция қызметкерін шақырып, полиция қызметкері ананы сөз сөйлеп жүр. Енді соны тілге тиек етіп, бұл азаматыңызды қамап отыр. Не үшін қамалды? Қытай үшін қамалды. Неге? Қытайдың қорғап отыр. 4 гектар жерді Қытайға сатқанын біз көріп отырмыз. Жаңағы жерде жазылып тұр ғой. Не дейді жаңа бір Хуан Хуэй ма, бір фамилиясы бар, Қи деген адаммен. Соның ауыл тұрғын деп жазып қойыпты жаңағы. Біз әкімге айтқан, мынау сен қай жерде көрсетші осың, ауыл тұрғыны? Сен әкімсің ғой, көрсетші бізге. Пропискасы жоқ болып жерде тұрмайды, Алматы қаласында тұрады. Енді осындай заңсыздықтар болып отыр ағайындар. Енді мына қазір оны мен содан кейін екеуміз сағат 4-те мен қайтып кеттік. Жаңа үшеуміз тарқатып жаңағы ана жігіт сол бет бақтырған жоқ, бізге еш сөйлеткен жоқ. Тек қана ол жаңағы осы биліктің Қытайдың орысқа Қытайға тіл тигізбейді. Ол тек қана инвестор дейді. Инвестор деген кім өзі? Инвестор деген саған екінші сүйегін қолына ұстап беретін адам ол. Былайша қарағанда 30 жылдан бері инвестор келіп жатыр ғой. Бір деген көрдік осы инвесторды. Көрдіңіздер ме біреуіңіз? Міне көріп отырсыздар ғой. Елдің бар, жеріміз бар ма, тіліміз бар ма, дініміз бар, болмысымыздың бәрі сатылып бітті ғой енді. Не қалды өзі? Осыны жаулап даулап барған азаматымызға міне осындай енді 38-ші бабында тұр ата заңымыз. Қазақстан байлығын дейді. Қорғау оның әр азаматтың парызы деп тұр, міндеті деп тұр тағы да. 38-ші бабында байлығын, табиғатын деп тұр. Енді біздің жер байлығымыз емес пе? Біз соны қорғап бардық. Енді бұл жігітімізге жаңағы біздің айтпайтын едік. Өйткені біз жаңағы бұл азаматын түсірді, журналист ретінде. Барлығын жаңағы әлеуметтік желіге шығарамын деп, TikTok желісіне түсірді. Мен үйге барғаннан кейін барын өзім шығартамын, жаңағы деген болатын. Енді содан кейін мен өзімнің көлігіме барған, өз көлігіме кетіп қалдым. Ол өзінің көлігінде отырған. Енді содан ұстап алып, жаңағы бір жау көргендей қылып, арып, жаңағы маска киіп алғандар апарып, ұрып соғып азаматымызды қамап отыр. Бұл қандай болады сонда? Бұл мынау бұл нәрсе тоқтатылады ма, тоқтатылмайды ма? Біздің құрылым күштері, құрметті мынау прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, мынау ішкі істер, сіздер ол бізді аңдағанша шал-шауқандарды алғанша келіп жатыр ғой миллиондаған Қытай. Неге соларды біреу ұстамайсыңдар? Біздің осы қазір тауларымыз бар ма, тасымыз бар ма, жаңағы кебектеріміздің барлығын суретке түсіріп жүр ғой. Солардың жақсы қасиет, жақсы ниетпен келіп жатыр жоқтайды. Орыстар ше, басқа ұлттар ше, басқа енді ұлтаразық дейтіндер бірақ, мен отанымды қорғау үшін айтып отырмын. Мен азаматымыз қорғау үшін айтып отырмын. Мемлекетті құруға атсалысқан біз. Енді қартайған шағымызда енді біздің бәріміз түрмеге қамауларын қалды ма? Қамайтын болсаңдар бәріміз қамадыңыз. Енді Мейірболатта бостандық беруін біз талап етеміз. 177-ші бапты алып тастасын. Ол 7 жылға шейін бас бостандығынан айырылады екен. Не жамандық көрсетті? Не ұлтараздық? Арыз түсіпті ме екен? Көрсетсінші қаны. Сол жаңа ұстаған азаматтар. Не деп айыпталды бұл? Мысалы үшін бір айып табу үшін арыз түсу керек. Жаңа орыс әйелден түсіпті ме екен? Жаңағы тексіздерден түсіпті ме екен арыз? Көрсетсінші бізге. Мен біздерді әйтеуір заңгер емеспін, бірақ заңгер болсақ та шет жағасын көріп отырмыз, заңгерлеріміз бар арамызда, журналистеріміз бар, қоғам қайраткерлер бар арамызда, білетін азаматтар. Бұл не деген нәрсе? Не деген бассыздық бар? Мынаны біз тоқтатуымызды талап етеміз, мына биліктің басындағылардан. Осы жерде қазіргі таңда сепаратистер бар, коллаборанттарымыз бар, тағы да басқаларымыз бар. Ішімізде жүріп, өзімізге атака жасап жатыр жаңағы. Ресейге қосыламыз бөледім. Неге солар ұсталмайды? Неге солар қамалмайды? Неге ұлтараздық қоздырылмайды соларға? Олардың да кешірім құтылып кетіп жатыр. Енді кісілерге де сөз берейін. Ары қарай айтатын болсақ, сол қамалғаннан бастап отбасы іздеді, қалай іздеді, қалай тапты, оны енді өзінің қоғамдық қорғаушысы, жолдасы Гүлшат Пушиноваға береді. Менің жолдасым Ерболат Мырзатайұлы 2-ші қыркүйек күні
содан бері қамауда жатыр. Бұны 9 шілдеден бастап қылмыстық іс ашқан екен. Жаңағы ұлт араздығын тудыру деп мониторинг жасатып, экспертизаның шешімін алған екен. Бізге онда ешқандай хабарлама берілген жоқ. Осы жерде біздің құқығымыз бұзылды, яғни Мерболаттың құқығы бұзылды. Сонан кейін оны ұсталғанда осы жаңағы бар мәселе Талғардан болып тұр. Өйткені одан бұрын неге ұстамайды? Сол күні осы жаңағы нені жауап болып ұстап отыр ғой қылмыстық істі. Сол күні ғана осы қылмыстық істі бізге таныстырды. Осындай бар екен деп оны біз естімедік, яғни оны жауып ұстағаннан кейін. Ол қылмыскер емес. Оның тек бір айыбы өз отанын, елін, жерін сүйгені ғана. Мен ол әділетсіздікті қудалаудың құрбаны деп есептеймін, күйеуімді бүгінгі күнге. Менің мақсатым әділдікке жету. Қазақстан Республикасының заңдары бойынша бекітілген құқықтарын сақтай отырып, Мерболатқа бостандық беруін талап етемін. Менің қоғамнан, құқық қорғау органдарынан және бақ өкілдерінен әділдік пен ашықтықты талап етемін. Біз шындықты ашық айтып, әділеттілік іздеген қайсар жігіттер билікке жақпай, қуғын сүргінге ұшырап, абақтыға қамалып жатқанын білеміз. Біздің тарихымызда талай бабаларымыз осы жолда құрбан болған. Мен жаңа Қазақстанда әділет орнайды деп сенемін. Мерболатқа бостандық талап етемін. Ал енді тағы да ары қарай 90 қайраткері, ардагері, қоғам белсендісі Қалилхан Абдырайымұлына берді. Сонда сіздің ары қарай қалай тергеу арқылы жүріп жатқаныңыз? Армысыздар, құрметті ағайын. Енді Мерболат журналист заңсыз қамауда отыр. Енді сол Мерболаттың қоғамдық көмекшісі болып есептеледі. Bir жағынан құжатым бар. Журналист зерттеу агенттігі. Енді жалпы біздің биліктің көзқарасы қоғам белсенділеріне, оның ішінде мына желтоқсандықтарға деген көзқарасы мүлдем бөлек. Мына 2 жыл бұрын желтоқсаншы Ләззат Жапашева сотталып отырып шықты. Одан кейін тағы да желтоқсанның бір ұйымының басшысы Бейсенбай Сайтолла осы жақында ақталып шықты. Міне енді ең жас желтоқсаншы болатын біздің арамызда осы Мерболат, сол 17-18 жастағы жас жігіт алаңға шыққан. Сол желтоқсанды негізі бүкіл 16 республиканың ішінде алғаш рет алаңға шығып кеңестік мемлекеттің ыдырауына себепкер болған. Бізден кейін Балтық республикалары, Грузия шықты. Солардың бәрі Қазақстан, мына қазақстандықтар жарайды, солар бастаған деп әлі мүшіртейін, олар төбесіне көтереді қазақтарды. Біздің өзіміздің билікте келесі жылы желтоқсан әлі оқиға деп атайды. Себебі статус бермей отыр көтерілістігі. Статус беретін болса, олда ардагерлерге теңесіп кетеді. Міне отан соғыс ардагерлері бітті, кешірім сұраймын енді. Енді Ауғанстан, Чернобыль, соларға желтоқсанда біз статус беруін талап етіп келеміз. Ендігі жылы 40 жыл болады міне. 26 жылы. Ешқандай биліктен бетбұрыс жоқ, өзгеріс жоқ міне. Мына негізі мына қылмыскерді ұстау үшін прокурордың санкциясы деген болады. Осынша статьямен сіз жауапқа тартылдыңыз, тұтқындалдыңыз деп. Ол санкцияны көрсетіп барып тұтқындайды. Одан кейін беттеріне маска киіп алған кәдімгі спецназ ұстап күшпен, оның үстіне материалдық шығын келтіріп, машинасын айдалаға тастап, телефонын өшіріп тастап, кәдімгіше бір бандиттерді ұстаған сияқты күшпен әкеткені ол кәдімгіше құқығын тапталуы деп білеміз. Жанұясы қанша күйзеліске түсті, жолдастары, туыстары іздеп, әйтеу тапты. Оның өздері хабарламаған, осы жерге іздеп жүріп, машинасын тауып, азаматтар бар, белсенділер бар. Енді біз барлықтарымыз осы жалпы белсенділерді саяси тұтқындардың бәріне бостандық беруін талап етеміз. Кәдімгіше біздің құқығымыздың сақталуын демократиялық жолмен талап етеміз. Одан кейін ешқандай партия құрдырмайды. Bir партия болса, осы қоғам белсендісі болып жүргендеріміз бәрі сол кәдімгіше сол партияның маңайында топтасып,
өзіміздің заңгерлерімізбен, өзіміздің адамдарымызбен мұндай басындыққа көп жол бар бенсек. Аманат деген не ол? Аманат деген мен мына нәрсені мына күрекеңе тастап кетсем, аманат қарай отыршы деп. Сол аманат деген. Назарбаевтың Тоқаевқа тапсырып кеткен нәрсесі аманат деген. Сол 37 жылда қуғын сүргін әлі жалғасып келеді. Жақында ғана шықты. 5 азамат, 70-тен асқан ақсақалдар бар. Олардан қайдағы қауіп қатер, Құдай-ау. Қоғамға осы мемлекеттік төңкеріс жасамақшы болды деп. Айгерім Тілеужан отыр, Думан Мұхаммед-Кәрім отыр. Айгерім аэропортты басып алмақшы болды дейді. Құдай-ау, қолында қаруы жоқ, қаршадай қыз қайтып аэропортты басып алуға қауіп төндіреді. Осының бәрі заңсыз, кәдімгіше біздің құқығымызды таптап күшпен мына диктаторлық режимнің істеп отырғаны. Біз Мирболатқа бостандық беруін талап етеміз. Барлық саяси тұтқындар босатылсын. Енді қазіргі таңда білесіздер, 2 айға следственно неде отыр, тергеу амалында, Си-18-де. Енді қазіргі таңда қалай іс қозғалып жатыр, сол туралы қорғаушыға сұрақ қойсаңыздар болады. Мирболаттың өзінің қалап алған қорғаушысы ол Жанар Балғабаева. Ендігі сізге рахмет. Қалай іс қозғалып тұр, ол жағынан мен енді айта алмаймын, бірақ өзім айтам, мен қорғауындағы Бишуинов Мирболат Мырзатайұлы, ол әрине, ол да біз де қорғау ретінде ойлаймыз, қазақша сөйлеген ол қылмыс емес, біріншіден. Екінші, ол мынау іс, ол саяси қудалау деп ойлаймыз и утверждаем. Қалай өткізіп жатыр деп біз айта алмаймыз, өйткені тайна следствие есть и сол жағынан егер сұрақтар болса айтамыз. Кешіріңіз, оны қандай статьямен отырғызды қазір? 171 бірінші бап. 174 бірінші. Алауыздық. Жаңа Құдайшықтар Абдуллаев мырза айтты, Мирболат Мырзатайұлы ұстаған кезде, ұрып соққан кезде, бұл ұрып соққаны анықталған? Сол жайлы Мирболат өзі арыз жазған прокуратураға, сол ақылдасып Мирболат жазды. Қаралды. Мирболаттың үстіне біреу арыз жазды ба бүгінге дейін? Жоқ, арыз ешкім жазған жоқ. Ол мониторинг 9 шілдеде мониторинг болып, сол тарапынан әлеуметтік жерде Инстаграм парақшасына Мирболаттың осы нені тауып мониторинг, в общем, арыз болған жоқ. Арыз болмаса онда қалай қалай мониторинг арқылы, иә. Содан кейін 10 шілдеде экспертиза тағайындалды и экспертиза көрсетті бар деп. Эксперт кім екен? Сансызбай Ләззат эксперт. Сансызбай Ләззат? Сіз онымен кездестіңіз ғой, қорғауыңыз азаматпен. Ол кісі немен байланысты отыр өзінің қамауға алу себебін жалпы? Нақты. Біреулер жаңағы талғарда мәселеге қатысты, біреулер қызатында қорғағаны, нақты немен байланыстырады өзін? Өзі енді біз мына қылмыстық істі ашқан 9-ында, бірақ 9-нан бері бір хабар бермеген бұлар. Әйтпесе адамға айтуға болады ғой, міне сенің үстіңе біз қылмыстық іс ашып экспертке беріп жатырмыз. Дәл сол Қытайды түсіріп қайтқан күні бұны жолдан ұстап отыр, екі апостан ұстап, оның кейін біз мәшинесін барып алдық, мәшинесі ашық-шашық, мына қарсыласқаны көрініп тұр, штативі сынған, лақтыра салған, машинасын опис жасаған ішінен, керек заттың бәрін алып кеткен, кейін маған берді ол заттарын, тек ұялы телефон алып қалды. Сіз қоғамдық қорғаушы ретінде күйеуіне жолықтыңыз ба? Жолықтым, иә. Ол кісі солай ол да соны айтады, сол талғардағы шықпау керек болды оған. Соны әлеуметтік желіге шықпау керек болды. Шығарған жоқ. Экспертиза сараптама болды деп айттыңыздар.
оған альтернативный сараптама жасату керек қой бірінші. Соны дайындалып жатырмыз, иә. Бұл дайындалған ол біреу болмау керек. Бірнеше болу керек. Және ана эксперт, сарапшыдан артық бейімді жоғары болу керек. Иә, бар сондай мысалы. Сіздер доктор наукадан алдыңыздар. Иә. Тем более оның удостоверениесі бар ма екен жоқ па? Тексердіңіздер ме? Сарапшыны? Жоқ, біз тек қана сараптаманы көрдік, қорқытысты көрдік, бірақ құжаттарды білу керек оны. Қайда істейді? Содан кейін Әл-Фараби көшесінің бойында келе жатқан кезде кім ұстағанын білмедім дейді. Сол неден секірдім дейді машинадан. Екі жаяу жүргіншілер өтіретін көпірден шейін жаңағы камераның біз несін сұрап отырмыз. Экспертиза тағайындауын қосымша. Көліктен түсіп қашқан ғой, иә? Қашқан, иә. Неше километр? Соны біз қазір сұрап отырмыз. Соның камераларын түскен бойынша. Әл-Фарабидің бойында. Сосын бұл жалғыз конференцияны аяқтамау керек. Күнде ұра беру керек. Күнде. Қазір енді желтоқсан. Әртүрлі ән істер керек. Дұрыс. Желтоқсанда әншейінде бөсесіздер. Давайте тұрсыңдар. 20-да қойын бұл. Міне төрағалар отыр желтоқсан. Төрағасы мен білмеймін. Әншейінде айтып отыр ғой. Давайте қоғамды мемлекетті орнаттық дедіңіздер ғой. Сол мемлекетті қорғаңыздар. Мынандай сұрақ бар. қатысты сөйлеген Құдай шүкірге. Мынау адам ұрлау, күштеп алып кету, бірде-бір телефон соғуға мүмкіндік бермеу, үйіне жағдайын айтуға. Бұның әрекеттерінің бәрі қаншалықты заңды немесе заңсыз. Бұл адам ұрды ұрлап алып кетуге жата ма? Егер жатады деген көзқарастар болсаңыздар, соған байланысты жаңағы ұстаған адамдардың үстінен арыз шағым жазылды ма? Екінші, Құдай шүкір сұрақ, мына аудан әкімнің орынбасары өздеріңіз жолыққан. Сол бас прокурордың туыстық жақындығы бар адамы деген әңгімені естідік. Сол рас па? Бұл әрине дәл сол күні ауданда Қытайға жер беру мәселесі жөнінде бар кездескеннен кейін күштеп ұстап алып кетуі сөз жоқ, сол әрекеті үшін оған сондай шара қолданды деп кез келген адам ойлайды. Демек, бұл жерде бір байланыс. Аудан әкімнің орынбасары Астанаға жаңа туысына бас прокурорға шығып, соңғы сол дереу аяқ астынан тапсырма беріп қаматуы мүмкін бе? Мүмкін. Ол өйткені біз айтып отырмыз ғой, ол жаңағы жігіттің өзі қазіргі таңда карьера деген нәрсе бар. Жастар арасында да. Ол тек қана соның карьерасы үшін қамалып отыр деген солай есептеймін. Өйткені мынау Талғар ауданы Қайнар ауылдық округынан екен жаңағы жігіт. Соның әкім келді, мынау Есенбаев екен, Нұрғожаева жаңағы бас маман Керімбаева, ауыл тұрғыны Хон Вэйхуа деген жаңағы Қытайдың фамилиясы. Енді осыны әлеуметтік желіге шығартпау үшін, жаңағы өзінің карьерасына зиян тиіп кетпеу үшін, жаңағы Аңбар деген баламыз енді, Әскербеков екен фамилиясы. Сол үшін істетіп отыр деп ойлаймын өз басым. Бұл анық. Одан кейін екінші мәселе Қытайды жаңа қорғаштау. Көріп отырса қазіргі таңда қай жерде болса да біздің Алматы, Қазақстанның барлық жерін сағынып жүр қазақ. Қасында бір тілмәсі бар, Қытайдан келген қазақ. Ол соны ертіп алып, ана жерді түсіріп жүр, мына жерді түсіріп. Бізде қожайын болды. Бұның барлығын тоқтау, салыну керек. Енді соны қорғап шыққан азаматымызды қазіргі таңда мынау жерде жала жауып істеп отыр. Мейлі ол егер сол қылмыстық істесе, үстіне іс қозғаса жараса еді. Бұлар жала жауып отыр бұлар. Енді жерді қорғау, отанды қорғау, ұлтты қорғау заңда қайшы ма? Енді осының қалғанын заңгерлер айта кетсін. Бұл енді тікелей сол жігіттің мына жерде сіздердің құлақтарыңызға енді жалғыз адамнан гөрі көп адамның пікірі дұрыс қой. Жаңа Рысбек азамат айтты, адам ұрлау. Заң бойынша адам ұрлауға жатып тұр. Өйткені бір сутка бойы бұл кісінің қайда ешкім білмеген. Ұрлап кеткен. Екіншіден жаңағы хуй мен едім, Қытай тұрғыны деп тұр ғой. Ауылдың жалған ақпарат беру, қызметтік жалғандық деп аталмайды. Осының әрбір пункті жеке-жеке арыз беріп атаковать ету керек. Түгелін жауаптарын алу керек.
анау жаңағы тұрғыны деп айтты ма, ол тұрғын емес, ол халыққа жалған ақпарат беру деп аталды. Қызметтік жалғандық 369 баптарда. Сосын жаңағы Рысбектің айтқаны, оның туысқан асылы бас прокурор. Берік Асылов, Фамилиясын айтып береді. соның арқасында соның өзінің қызметтік бабын асыра пайдаланып отыр деген. Мына құжатты алып основание. Сосын халықты алда адастырды деп арыз жазу керек. Мен айтып берейін. Мирболат екеуміз жаздық, прокуратураға арыз жаздық. Сол бірінші сұрақпен жауабым осындай. Прокуратураға арыз жаздық. Ол жалғыз арыз не пойдет? Жаңағы айтқан мәселелердің барлығынан әркім бір адам жазылма, бірнеше адам жазылма, желтоқсаннан бәленбай адамның қол қойсын түгел. 100 адам, 100 адам. Вот соның дефекті болады. Сөйтіп шулатпасаң, сұрамасаң, істемейді. Денесіне түскен жарақатқа байланысты медициналық анықтама жасалынды ма? Жасалынған жоқ әлі. Ол жасалғанша дене жарақаты жазылып кетпей ма? Жазылып кеткен. Мен сізге бір сұрақ. Мен сол күн түнімен іздедім, я таң кетейін. Түн сағат 2-де әжетегінде талғардың прокуратурасы менің арызымды алды. Алман адамды ұрлау фактісі деп жаздым. Асылбек алып бардым мен. Тағы берсек тағы бар. Қайда бауырым дейді. Сағат 2-де алдым. Міне 13 күн өтті, әлі бір жауап жоқ. Ол неше күнде келу керек ол жауап? Бермейді ол. Бермейді, иә? Бәріміз бар. Қазіргі психикалық деңгейін әсерленген оның жағдайын нақты білмейміз. Бірақ өткенде карантинда болды, мен барып кеткенде, сонда грипп індеді, бірақ укол ғана салып береміз, басқа дәрі бере алмаймыз дейді. Енді осы сәрсенбі күні дәрі алады екен, дәрісін апарып береміз. Укол салдырмау керек. Иә, укол салдырмаймын, бірақ ана тамаққа сорасын, шаятын дәрілерін әкеліп береміз. Кистанмайды. Сол карантинда жатыр, басыма жұқтырып алды. Енді оның иммунитеті өзі семей полигон, өзі Клинцida соғып кеткен, Клинци Чернобыльдің жанында тұр. Қазір ол әскери борышын өтеген часть бөлімше жабық екен. Сол үшін ол өзінің Шлябинскінің құрбаны екенін Чернобыль дәлелдей алмай отыр. Соны болған кезде Ресейге барып өзім сол жаңағы аймақта сол кезде әскери борышын өтегенін дәлелін қағазын әкелем деп жүрген. Одан кейін өзі Аягөздің тумасы шеккен адам. Ода қайғы денсаулық бар дейсіздер. Чернобыльде болғанда суреті бар ма? Клинци деген жанында алыс емес екен қалада әскери борыш. Оның жоқ. Иә, қазір енді мысалы балаларға біз айта алмаймыз, қайда екенін екі кішкентай. Олар бізден күнде сұрайды, әкем қайда деп. Астанада деп қоямыз, емделіп жатыр. Өйткені Ұлы Отан соғысының ардагерлерінің госпиталына жатып шыққан осы жылдың жаз айында балалар емделіп. Сол жерге қайтадан қарауылға кетті. Оның денсаулығы өзі нашар, оны көтере алмайды. Киста. Денсаулығына байланысты арыз жазып. Кеше мына Қытайдың Қазақстанның азаматы деп және айтып жатыр. Ол енді мына визасыз режим дегеннің бізге өте қауіпті. Себебі кеше Шелекке барып келдім. Байкер дейді ғой. 20-25 Қытай мотоциклмен аралап жүр. Кейін Шелекте. Біз ана заправкаға барсақ сол жерде жүр. Сонда олар жай жүрмейді. Саяхаттап жүрміз дейді, біздің тау тасымызды, өзен көлімізді, соны енді жәнегі, мысалы үшін Арабия мемлекеті, басқа мемлекеттер қызды алсаң, олар азаматтық бермейді. Қыздарын керісінше азаматтықтан шығарып тастайды. Бұл Қытай қалай азаматтық алды екен? Қазақ қызына үйленіп алды ма екен? Міне көрдіңіз бе? Осы үлкен мәселе мемлекеттің көтеретін визасыз режиммен кіретте, жәнегі жағдайы жоқ төмен, мысалы үшін мұқтаж болған отбасының қызын алып алып, Қазақстанның азаматтығын алып қалып кетеді, мүлдем бөлек. Міне, соғысты жаулап алу деген сол, олардың саясаты.
биліктің өзі біздің мына құқық қорғау органдары, прокуратурамыз бар, қауіпсіздік комитеті, біздің полицияның бәрі, мысалы үшін, көп осылармен байланысы өте көп. Ана жемқорлық жайлаған мемлекетте. Мен мына былтыр үй салдым, былтырдан бері үй салып жатырмын. Сонда мына Өзбекстаннан келген гастарбайтерлер соларға ақша төлегенде, кәдімгіше біздің орган істеген жігіттерге процентін алады аналардан, өзбектерден. Солардың крышалары түгіл, бұрынғы полицейский, бұрынғы кімшіліктер, солар бүгінгі тақырып бойынша болды ма? Енді бәріміз сұрақтарыңызды айтып болдыңыздар ғой. Енді депутат ретінде бүгін біз арнайы ертең Рашып шақырып едік. Сіз өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз. Енді мына мәселе жайлы айтатын болсақ былай болып тұр ғой. Осы істің басқасында жүрген азаматтардың бойынша Қытай азаматы Қазақстанның жаңағы 4 гектар еді, жерін сатып алған. Соны анық-қанығын білу үшін акиматқа барады. Сол жерден нақты жауап ала алмайды. Қайтып келе жатқанда Мерболатты тұтқындайды. Сөйтеді оны отырғызғанда түрмеге 174-ші баптың 1-ші бөлімі. Иә, ондағысы бұдан 1-2 ай бұрын бір орыс әйелмен қазақша сөйлеуді талап еткен екен. Сәуір айында дейікші, талап еткен екен. Нақты ақпарат осындай. Енді біз сол жаңағы орыс әйелмен сөйлеген видеосын көрдік бәріміз. Соны көріп отырып, мен өзімнің бір таныс заңгерлерім арқылы соның арасында өзімізше сараптама жасадық заңгерлермен. Сөйтіп мен Тоқаев айтып жүр ғой, жасанды интеллект қолданды, осы күніміз қарам болады, үшін давайте деп. Сонымен жасанды интеллекттен сұраймыз. Мына Мерболат Бишуиновтың мына орыс әйелге айтқан сөзінде заң бұзушылық бар ма деп. Сонда жасанды интеллект былай деп жауап береді. 174-ші бапты мемлекеттік тілде талап еткені үшін қолдану заңға қайшы дейді. Қазақстан Республикасының Конституциясының 7-ші бабында Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл қазақ тілі деп нақты жазылған. Әрбір азаматтың мемлекеттік тілді қолдануды, оны құрметтеуді талап етуге құқы бар дейді. Ал Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 174-ші бабы ұлттық, әлеуметтік, рулық, діни алауыздықты қоздыруға қатысты. Бұл бап тек мына жағдайларда қолданылады дейді. Бір ұлтты екінші ұлтқа қарсы қою, белгілі бір этносты кемсіту, өшпенділік пен зорлыққа итермелеу. Сондықтан Мерболат Бишуиновтың азаматтың қазақ тілінде сөйлеуді талап етуі ұлтаралық алауыздық емес, ол тек мемлекеттік тілдің мәртебесін қорғау болып табылады. Мұндай талапты қылмыс ретінде қарастыру 174-ші баптың мәнін бұрмалау және Конституцияға қайшы әрекет. Кім Конституцияға қайшы шығып отырған? Солардың бәрін анықтау керек те, солардың жауапкершілікке тарту керек. Мерболат Бишуиновтың ешқандай жазығы жоқ, оған бостандық беруін талап етеміз. Талап етеміз. Депутат болса осындай депутат болды. Ылғи да белсенділермен бірге жүреді. Тағы да қандай сұрақтар бар? Пресс-конференция енді 1 сағатқа беріледі. Бұдан кейін тағы өткізіп жатсақ, кешікпей күйеулерімізде болады. Сағат 3-те тағы пресс-конференциялар болуы мүмкін. Енді желтоқсанның барлық ұйымдарын, барлық ұйым басшыларын осы істі ары қарай жалғастыруларын сұраймыз. Шын желтоқсандықтар болса. Осы жерде міне 2-3 төраға отыр, 2-3 ұйымның төрағалары. Қалған төрағаларында осы әлеуметтік желіден көреді ғой енді бүгін бәрі. Осы істі ары қарай қашан Мерболат бостандыққа шыққанша жалғастырсын. Барлық саяси тұтқындар бостандыққа шыққанша жалғастырайық. Ондай кезде болып қалған барлығы сатқын деп санаймыз. Иә, осымен енді келгендеріңізге рахмет. Әлі де пресс-конференциялар жалғасады. Осымен бітпейді. Бұл біріншісі. Ары қарай тағы да төрағалар сіздер өздеріңіз ұйымдастырасыздар деп ойлаймын. Ербол, сен группаға өзің жазасың. Сол келгендеріңізге рахмет. Çok
Сыртқа шығып үндеу айтамыз ба? А? Осы жерде түсін. Осы жерде маған. Қыздар кіріңдер, күнара. Қайда, күнар. Бір минут. Осында келіңіздер бәріңіз. Аспираға рахмет. Үндеу жасаймыз дейді. Осы жерде. Бір қағаз ба? Жоқ, мынаны бүйтейінші, бір-бірінен бүйтейін. Подружкам қалай? Аял, ұстай тұрсыңдар мына. Я біріншісіне бір қойсыңдар. Или қолайынан қойыңыз ба? Ана суреттің бәрін жинамаңдар. Қалайсың жаным, амансың ба? Қалайсыздар? Al bıçak kelіңдер. Енді маған жүріңіз. Ал енді мұнда тұра қалыңыздар. Бәрін жинамаңдар. Ал келіңдер. Сен маған емеске келіп отыр ғой? талап етейік. Не алды ғой? Қорғаушы. Мені қалай қорғап еді, ескерейін. Енді маған адвокат үйретеді. Адвокаттың қорғаушы. Ал мынаны ба? Мына жаққа тұрыңдар дейді. Суретте қайда? Мына жаққа тұрайық, мына жаққа дейді. Яғни біреу болмайды дейді, ұндаш болмайды дейді. Бұл жаққа отырайық. Келіңіздер, келіңіздер. Орындықта кеп отырыңыздар.